Адам санасындағы білім алу қабілеті ме, әлде түйсіктегі армандау қабілеті жоғары бола ма? Қалай ойлайсыз? Бұл сұраққа әркім әртүрлі жауап береді. Көп ойлайды, білім алу керек шығар деп. Иә, білім алу маңызды шығар. Бірақ та білімнен де маңызды нәрсе бар, ол армандау. Оны мықты физик Альберт Эйнштейн айтып кеткен. Біліммен сен бәрібір шектелесің, армандау арқылы сен шексіз әлемге жол ашасың. Армандаудың адам өмірі үшін пайдасы өте көп. Сол себепті армандарды қолға алу керек. Арман, қиял адамның ішкі ресурстарын бір фокусқа бағыттай отырып іске асыратын тетік десе де болады. Армансыз адам нақты мақсат қоя алмайды. Ниет дұрыс болмаса, арман да орындалмай жатады. Балалық шағымызға саяхат жасап, шынайы түрде шексіз армандау керекпіз. Армандау, қиялдау сіздің болашағыңыздың бір бөлшегі. Егер армандап 3 жылдан кейін, 5 жылдан кейін кім болатыныңызды, нені қалайтыныңызды армандай білсеңіз, сіздің ішкі ресурстарыңыз сол жаққа бағытталады. Қалай Құдай қаласа, сол армандар Алланың қалауымен шетінен орындала бастайды. Бір ғалым айтқан екен, егер адам бала болса ғой, онда олар әулие болар еді. Сондықтан да армандауды қолға алу керек. Мейлі 60-та болсаңыз, мейлі 80-де болсаңыз да кеш емес. Бұл бізге Алланың бізге берген нығметі. Арман түйсіктің коды. Бүгіннен бастап 2 ай бойы жатар алдында келесі жылға кім болатыныңызды, отбасы өзгерістеріңізді ойлап жатсаңыз, міндетті түрде орындалады.